Қалдарыңыз қалай? Менде түскі астан кейінгі кухняның жағдайы осы. Балаларды бірінен соң бірін ұйықтатуға тұрып кеттік те. Енді келіп жатырмын, соны жинауға. Кеше кеспе пісірген, бізде қазір Азияда қолдың нанын жегенді жақсы көреді. Бешбармақтың нанын. Сондықтан да кәдімгідей ысып, кеспе кесіп беріп жүрмін. Кеспе аз ғой деп картошка қуырып едім. Картошкам өтпей қалды. Бірақ менде безотходное производство, сондықтан да қазір толкушкамен барлық картопты еземін де. Зато менде пирожки жасауға повод пайда болады. Міне қазір осы жердің барлығын жинаймын. Және де біз демалысқа қарай жоспарлаймын шаруалардың көбісін. Бүгін менде лечо салатын дайындау болып жатыр. Менің кухнямда осындай күшті уютный вайб бар. Қазір осы жерді жинаймын да. Сосын Асекең лечоның құрамын алып келеді, соны дайындап бастаймын. Ал құрметті менің жақсыларым, осы көріп жатқан влогтарыңыз реттілік бойынша менің түсіріп жүрген влогтарымның саны бойынша 10-шы влог екен. Мен үшін өте қуанышты жағдай. Бұндай влог түсірем деген ой маған қай уақыттан бері келіп жүрген, бірақ айтады ғой, әр нәрсені бір алға тартып, әр проблеманы алға тартып, кейін көрем, сосын көрермін, үйтіп алайын, бірінші бүйтіп алайын деп жүре береді екен. Одан кейін ойладым, шынымен де енді мен қазіргі негізгі қоғамдағы статусым декреттегі ана, өзім сияқты қаншама декреттегі ана элементарно кешке қарай қандай тамақ істеймін дегенде бір ойға қаламыз. Егер де осындай видеороликтерімді көріп жүрген болсаңыздар, сіздерде де енді мен айтпаймын полностью бүкіл сұраныстарыңызды қамтамасыз етеді деп, бірақ дегенмен бір кішкене бір идея аласыздар де, үйдегі бір шаруаларды орындауға. Мен қазір айтқым келіп отырғаны, мен негізі өмірде былай жоспарлауға қатты мән берем. Енді барлық нәрсе Алланың қолында, бірақ дегенмен өзіңіздің күніңізді, өзіңіздің аптаңызды, өзіңіздің айыңызды, өзіңіздің жылыңызды бір ауық алдын ала жоспарлап қойып, мен міне осы айда осындай шаруа жасаймын, осы аптада осындай шаруа жасаймын, осы күні осындай шаруа жасаймын деп жоспарлаған деген ол дұрыс нәрсе. Мен тәжірибемде мен қазіргі уақытта кішкене көп нәрсені самотекқа жібердім. Енді балалардан бөлек босаған уақытым болса, соны көбіне жоспарыммен жүруіме арнаймын да. Көбіне қазіргі жоспарым сол балаларына көңіл бөлудің аясында болады. Мына жерде жаңағы сіздерге көрсеткен анау сковородкада тұрған картошкамды қосып жасауға, жаңағыдай пирожки жасауға қамыр илеп жатырмын. Ең алдымен жаңағы ыдыс-аяқтарымдан босатып алдым столымды. Сосын қамырымды жасап қойдым. Қалған шаруамды оның сыртында жасай берем, себебі қамыр көтерілуге бір шама уақыт керек. Мына кез келген шаруаны жасап жатқанда, үйде отырған әйелдің шаруасы осылай болады. Бала келеді, оған су бересіз, оның көңілін аулайсыз, бір-бірімен төбелесіп қалса татуластырасыз деген сияқты. Бірақ бәрін үлгеру керек. Пирожкиға арналған қамырым көтерілгенге дейін осы жерде жоспарлап жүрген сырникті дайындап жатырмын. Міне творогқа аздап қант салдым, одан кейін разрыхлитель қостым, шым-шым тұз қостым. Содан кейін манны қосып жатырмын. Қазір айтамын бұны не үшін қосатынымды. Одан кейін жүгері ұнын қостым. Міне именно жүгері ұнын қосам, себебі мен үшін дәмді ғана емес, пайдалырақ болғаны дұрыс тағамның. Себебі балаларды ақырын үйреніп келе жатыр. Мен оларға дәмді және пайдалы тамақ бергенді жақсы көремін. Қантты өте аз қосамын, себебі беріп жатқан кезде жаңағыдай біреу сгущенкамен, біреу қаймақпен, біреу вареньемен нені қалайды, сонымен жейді. Және де жаңа айтып жатырмын ғой, манныйды не үшін қосатынымды. Манныйды қосқан кезде ұнды көп қоспайсыз, бидай ұнын бір жағынан, екінші жағынан манны тез қоюландырады. Себебі ол кішкене тұра тұрса ісінеді. Өзі бойына, осы жаңа творогтың бойында бар ылғалды өзіне тартады. Жақсы консистенция болғанға дейін араластырамын. Негізі біраз қоя тұруым керек тұғын, өйткені қазір жасап жатқан барысында көресіздер. Менің ең бірінші жасаған сырнигім шашылып кетті, өйткені жаңағы ингредиенттер бір-бірімен әбден бастары бірігіп достасу керек, соны күту керек.
жаңағы мен асықты екен деп сіздер асығып жүрмеңіздер. Асығуға себеп бар, өйткені жаңағы нан көтерілгенге дейін біраз шаруаны жасап тастайын деп жаңағындай жоспарлап қойдым ғой енді. Сол мына қараңыздар, мынандай стаканмен осылай жасауға жаңағындай инстаграмнан, ютубтан көріп машықтанып енді бастап жатқам, істеп мынандай қылып шашылып қалды. Бұған менің жасау әдісім емес, ол жаңағы мына ингредиенттердің басын қосуға уақыт бермедім, содан болып жатыр. Артынан ешқандай еш нәрсе қосқан жоқпын, аздап қана уақыт бердім, одан кейін міне осылай басы қосылып әдемі болып жатыр. Осылай біраз жасап қоямын, өйткені бір-ақ рет қолыңызды бүлдіресіз, ыдысыңызды бүлдіресіз, бір рет осылай жасап қойсаңыз, сіз бірнеше күн жаңа таңғы асқа осылай дайын тұрған заготовкаңыз сізге жаңағындай таңғы асқа көп уақыт бөлмей, бірақ таңғы асты как положено пайдалы, өз көңіл күйіңізді көтеретін, жаңағындай тоқтық беретін осындай қолыңызда ас дайын болады. Мен үшін негізі таңғы астың рөлі ерекше, өйткені таңғы ас менің осы күнімнің қалай болатынына тон береді. Плюс еще жаңағындай көңіл күйім, тоқтығым осы таңғы астан басталады, сол үшін қатты мән берем. Ужинға мән бермеуім мүмкін, бірақ таңғы асқа қатты мән берем. Сіздерге де сондайға мән беруге, жаңағындай көңіл бөлуге жаңағындай кеңес беремін. Менің каналыма жазылып қойыңыздар, талай-талай лайфхактарымды көресіздер. Міндетті түрде бір идеяларым ұнап жатса, тоже лайктарыңызды аямай отырыңыздар. Сұрақтарыңыз туындап жатса, комментарийға жазыңыздар. Мен әр сұраққа қуана-қуана жауап беремін. Мына енді жаңағы обедке жасаған көріп отырсыздар, картошкамнан не жасап жатырмын. Менің бұл жасап жатқан пирожким өте бір басқа әдіспен жасалады. Сондықтан да пирожкидің де пирожкиден айырмашылығы бар. Мына тестам өте жақсы көтеріліпті. Оны екі бөлікке бөлемін. Себебі жаңа ерекшелігі деп отырмын ғой, әр пирожкиді бөлек түймеймін. Бір үлкен нан жайып аламын. Мынау силиконовый ковриктің де мен үшін өте ыңғайы керемет. Өйткені міне осы көрсетіп тұрған меткалары бар ғой, сонымен екі бірдей қылып нан жайып аламын. Сосын бір нанға жаңағы картошкамды бір пирожкиге жететіндей қылып начинкаларын саламын. Сосын екінші жайған нанымды оның үстінен беттестіремін. Содан кейін стаканмен немесе кеселмен, немесе арнайы өздеріңізде форма бар ма, сонымен кесіп аласыздар. Сонда бір ғана үстіп жайған нанмен қаншама пирожки жасауға болады. Ол да лайфхак, бір жағынан уақыт үнемдеуге, бір жағынан енді ерекше басқа пирожкидан. Міне осындай қылып өзіме керекті отметкаға дейін осылай созып аламын. Және де жаңа начинкасын салғаннан кейін бетін беттестіремін. Міне көрсетіп жатырмын. Тура осыны енді жаңағындай стаканмен кесіп, қуырып, әдеттегі пирожки сияқты жасап алуға болады. Ал бүгін жоспар бойынша лечо жасаймын. Помидор, острый перец, чеснок, сладкий перец, барлығын жуам. Рецепт бойынша күшті қылып жасаймын да нәтижесін көрсетемін сіздерге. Сол өзім өткен аптада жасаймын дегенім сәті осы бүгін түсіп жатыр. Мына керек ингредиенттерді жуып тазартып қойдым. Перец күшті, мынау етті сорты екен. Помидорды жудым. Мына горький перец, чеснокты ашып қойдым. Мынау рецепт бойынша бірінші мыналарды аршып тазартып алам керек емес заттарынан, сосын весыйға қойып, тура осы салмақпен, осы пропорциямен, осы рецептпен дайындаймын. Мен өзіме негізі лечо қатты ұнайды. Мен соленье ондай дайындамаймын, ал лечо обязательно дайындаймын. Егер де енді бір удачно шығып жатса, Аллах қаласа келесі аптада тағы да қайталаймын осылай. Міне 3 килограмм бұрышты осылай алып алам. Ал қалғандарын турап морозилке қатырып алам да, сосын зип пакеттерге салып қоям. Плюс еще үйде свеклада бар, морковь та бар, тағы да борщқа зажарка дайындауға тоже сместер дайындап қоям. Ондайды істегем, и қосымша не мешает, өйткені алдымыз қыс, перец бұндай бағаға жоқ, сондықтан да осылай қатырып алса маған қыс бойы керек болады. Мына помидорды да 3 килограммға бөлшеп алдым. Қазір блендермен осы кастрюльге қайнатам, сондықтан да осыған блендерлеп алам. Сосын аз средний отқа қоям. Бір 20-30 минуттай ол кішкене қайнау керек. Содан кейін перецті салам. Перецті қазір ұсақтап турайым, размерін көрсетем қалай болатынын. Мына жерде күн
шақырайып түсіп тұрғасын, жалюзимен жауып қойсам, мына жер дұрыс көрінбей жатқан сияқты. Мына томат қайнады. Мен оған 50 грамм тұзбен 200 грамм қант, 100 грамм сұйық май қостым. Мына довожу до кипения. Содан кейін мынандай қылып турап қойған. Мына сладкий перецімді салам. Мына үстінде острый перец бар, оны да турап қойдым. Оны да салам. Сосын араластырып тұрып, довожу до кипения. Қайнатқаннан кейін отын одан сайын азайтам да, әрі қарай былқылдап бір 15-20 минут қайнау керек. Содан кейін барып чеснок қосам. Және де уксус қосам 9% рецепт бойынша. Сонымен бұйырса көреміз не шығатынын. Кеше жасаған сырниктерім морозильникке перецті қатыру үшін орын керек болып жатыр. Сол үшін мына осындай қатқан сырниктерді аламда осындай контейнерлеріме завтракқа керек көлемде шақтап салып қоям. Таңертең бір асығып жатқанда завтрак дайын болады осылай. Лайфхак күшті. Мына жерде 3 контейнерім бар. Мынау тұрғанның барлығы 3 завтракқа жететін болады. Так, менен кезекті лайфхак. Жаңа лечудан артылған перецтің жартысын осылай ұсақтап турадында Икеяның зип пакеттеріне осылай салып қойдым ыңғайлап. Бір упаковкадан 2 тамаққа қосуға пайдалануға болады. Ал мына 2 ғана бөліп осылай қатырып жатырмын. Оны мен греческий салатты негізі керемет жақсы көрем. Өзімнің дастарханымнан үзілмейді десем болады. Қай қонақты күткенде де менің дастарханымда греческий салат болады. Соған дайындап жатырмын осылай қатырып. Плюс тағы бір лайфхак. Енді бір жағынан морозильникке қатыруға салғанда перецтің иісі шықпаған дұрыс. Сондықтан да мен сыртын осылай пакет кигізіп жатырмын. Өйткені морозильникте ягодаларда, еттерде, басқаларда қатқан басқа өнімдер бар. Соған осы перецтің иісі бармасын деп осылай жасап жатырмын. Мен банкаларды дайындадым. Банканы мен стерилизация жасамаймын. Greenway-дің осындай салфеткасымен, еще нан содамен күшті басқалап жуып, өстіп төкеріп қоям. Су сорқты. Плюс қазір енді құйып бастаймын. Содан кейін мына жерде крышка қайнап жатыр. Ішінде закрывашкамен жабатын түрі де бар, мынандай винтовой да бар. Көреміз әзірге. Жетпей жатса тағы қосам банка. Міне дайын болған лечоның консистенциясы осындай. Мен үлкен ірі қылып тураған жоқпын, өзіме осылай ыңғайлы. Оны практика дәлелдеген, маған осылай ыңғайлы болған. Сол әлі де бұл өзінде тұрғанда бисмиллах деп банкаларыма құямын, сосын жабамын. Ал, дайын болды. Осындай 7 банкаға қазыналарды закручивать етіп тастаймын. Мына винтовой крышкалармен жаптым. Осындай красавицаларым пайда болды. Мен еще параллельно банка қайнатқан суым ыстық қой. Соған мистикпен маған кухнядағы таптырмайтын көмекшілерім Greenway-дің салфеткаларында осылай жуып тұрмын. Иісі болмасын, майы болмасын, кірі болмасын деп. Мені үстіп аптасына 1 рет, ерінбесем 2 рет үстіп акклимат еткізіп тұрам. Өзіме қызмет жасап жүрген кухнядағы салфеткаларында. Соң сәті түсіп қалды. Мына жерде банка қайнаған су дайын болып қалды. Мынау тряпкалар кірлеп қалды. Сонымен міне. Ал, мыналарды жабам, қоям. Сосын тура осы рецептпен, егер де дайындайтын болсаңыздар, үй температурасында да сақтап қоюға мүмкіндік бар. Пока-пока. Ал, мына жерде ханшайымымыз Айханымның туған күнін осы Қарағандыдағы барлық жақындарымызды шақырып атап өткен болатынбыз. Сондағы өзімнің дайындығымды, ас мәзірін көрсетіп жатырмын. Оның барлығын өзім қолымнан жасадым. Тек қана осы тортты жиенім Рауана дайындап берген болатын. Бізде Бөлем Айханның туған күні. Яйхуне. Соған тәтелер қандай сыйлық әкелді, айтшы? Мыло набор. Сабын жасаймыз, иә? Сабын жасамай келді. Творческий бар екен. Мына жерде пищевой красительдер, формочкалар и өзінің арнайы заттары. Істеп көргенсің. И само мыло. Көрсет. Аха, сабын бар. Иісі күшті, иә? Надо ма сам подарок? Надо. Такой какой-то ароматный мне подарок. Ой. Вот там оставили. Привет, ребята, я сегодня собираюсь сделать мыло с помощью папы. Он мне будет помогать. Мы будем сейчас, вот мылка, будем сейчас расплавить. Я вот это амортизатор, а вот это краситель. Я надела перчатки специально, чтобы не испачкать руки. И ткань туда приложила, чтобы стол не испачкать. И вот там палочка, я буду им перемешивать. Что, поняли, ребята? Ребята, папа уже расплавил мыло. Теперь я буду туда добавлять амортизатор. Теперь вот еще и краситель. Теперь краситель буду добавлять. Еще краситель. Раз, два, три. Так вот, так вот. Я сама. Сейчас, папа. Как это красиво же, да? Почему? Посмотри. Зачем ты? Ну вот, теперь будет как кетчуп. Я хотела без кетчупа тут.
мешаю, пап. Папа, погоди. Все. Вот мы закончили мыло. Вот такая черепаша получилась. Вот такая рыбка получилась у нас. Вот такая ракушка. И звездочка. Вот такая, она разноцветная. Ну, самый красивый цвет вот этот. Всем пока-пока. Так, шағын видео обзор. Что купила? Мына жерде балалардың жеп жүрген кашаларының барлығы почти что ортайып қалыпты. Соған 6 злаков, пшено и кукурузная каша келдім. Біздің ең жақсы көріп қазір алып жүрген сырымыз осы. Сметанковый, халал деген знагы бар. Плюс еще мен Аллах бұйыртса қолдан домашний сыр жасаймын. Соған мынандай ингредиенттер әкеліп қойдым. Қаймақ керек екен, сүт керек екен, мынандай 10% сливкилар керек екен. Соған әкеліп қойдым. Бүгін Айханымның өтініші бойынша мамасы наггетсы пісіреді. Плюс еще самса пісіреді, мамасы? Аха. Самсаға тесто әкеліп қойдым, слоеный дрожжевой не сладкое. Айханым бүгін Рапунцель, болам? Ол шашын осылай істесе, ол значит Рапунцель деген сөз. Сабағын жазып отыр. Потрасла, и вот теперь это не вот такое, а вот такое. Молодец, аха. Бұрында кішкентай кезінде өйстіп орамалды ораған кезде орамал артында салбырап жүретін, соны айтып жатыр. Үлкен болды орамал. А когда мен солай болдым, то кішкентай. Ақырын үйреніп келе жатыр менің қолымнан. Үйге сүт, сосын балаларға какао жасап беріп жүргем, еще брауниді көбірек пісіріп жүргесін, какаоым тез бітіп қалады. Дрожь, сосын панировочный сухари, наггетсы жасауға. Это для наггетсов. Я, мама біледі, айтып жатыр. Мына жерде гречка таусылып қалған, соларды алып келдім. Осы на все, про все, осыдан бөтен еш нәрсе алған жоқпын. 12 000 теңге кетті, той мешочекке екеу кетті, 12 014 теңге жұмсап келдім. Сол, зато бәр нәрсені қолыммен істеп берем. Не жаным, сабағын жаз. Айханым бізде 8 санын, 9 санын жазып отыр, жаза ғой. Сосын әлі жазу бар жазатын. Айханым сабағын күшті қылып жазып болғаннан кейін барып жасаймыз самсаны, Сіздерге көрсетем, наггетсыды да, самсаны да, сырды да қалай жасайтынымды. Только, полностью, как мы делаем. Жақсы. Мен әкелген продуктыларымнан жасайым деген нәрсені жасадым, бірақ видео түсіруді ұмытып кетіппін, сондай да болады екен. Бізде ужин, наггетсы, макароны пісірдім. Еще плюс соус бар ғой, өткенде жасаған лечоның ең соңғы банкасы, осындай тек қана сұйықтығы тұғын, сөйле ғана тұғын, ішінде шамал ғана перец бар. Дәмі өте керемет, мен соны қосып қойдым. Плюс Айханымның тапсырысы бойынша бүгін слоеный тесто әкеліп бағана самса дайындадым, бірақ кунжут себуді ұмытып кетіппін. Многозадачность болып тұрып мына жерде. Сол бүкілін қуырып болдым. Ертеңгі түскі асқа да қалдым олынан. Көп жасап қойыппын, 1 килограмм деген біздің отбасы үшін көп екен. Ортасы шикі болмасын деп ұсақ-ұсақ қылып тұрағам, соның барлығын қуырып тұру әжептәуір уақыт алды менен. Шайым қайнап жатыр, отбасымды кешкі асқа шақыра. Жерге мен домашний сыр дайындаймын деп, осылай продукцияларды дайындап қойдым. Сүт 3,2%, сосын мына 2 сливки 500 граммдай болады. Сосын мына жердегі сметананың 300 граммын ғана алам, 4 жұмыртқа керек, және де 30 граммдай ғана тұз керек. Қазір соның барлығын осы кастрюльде дайындаймыз. Және де сүзіп сырды осы жерде дайындау үшін 4 қабат марля дейді, кәдімгі медицинский марлядан қиып, мындай ситаға дайындап қойдым. Осы салғаннан кейін бір түн немесе жоқ дегенде бір 8 сағаттай салқын жерге қою керек екен, бетіне ауыртпалық қойып. Мен ауыртпалық ретінде мынау кофені или осы нені қоям, сүтті қоям, ауыр оладыстар. Ал бастаймыз, кеттік. Негізінде 3 ұйықтасам түсіме кірмепті, осылай мен осы сыр жасай алады екенмін деген. Негізі енді нәтижесін сразу айтып қояйын, өте дәмді шықты, және де маған ұнады. Кейінгі бір уақыттарда өзім тағы да осылай қайталап тұратын болдым. Кәдімгі сүтке нәтиженің сливке қосып, кішкене тұздың өзін немен қосады екенсің, граммен қостым, өлшеп, кәдімгі кухонный весы сатып алдым, сол үшін арнайы. Сосын жұмыртқасы бар, мына жерде жұмыртқаны, сосын қаймақты араластырып, осылай бір консистенция дайындап алып, кішкене қайнаған мына сүттің үстіне ақырын тұрып, араластырып тұрып қосады екен. Соның барлығын енді айтайын дегенім, сол рецепті сақтап жасайтын болса, кез келген адамның қолынан келеді екен. Осылай қолдан өзіңіз жаңағы бала-шағаңызға таза өнімнен осылай сыр дайындап берейін, бірақ менің қолымнан келмейме деп жүрексініп жүрген болсаңыз, ешқандай жүрексінбеңіз.
менің қолымнан келді ме, сіздердің де қолдарыңыздан келеді. Егер де комментарийға жазып кете салыңыздар, рецепт керек болатын болса, мен сіздерге рецептін жазып көрсететін боламын. Әзірге мен енді фудблогер емеспін ғой, сондықтан да на любителя өзім үшін, отбасым үшін дайындап жүрген нәрселерімді көрсетемін сіздерге. Бұл жерде анық көрсеткім келетін идея ол, егер де менің қолымнан осындай нәрсені жасау келсе, тырыссаңыз, сіздің де қолыңыздан келеді. Әр бала анасының қолынан жаңағыдай жеген дәмді асты ешқашанда дәмін ұмытпайды екен. Соған көзім талай жетті. Да, сыворотка отыр. Араластырып тұрады екенбіз еще. 10 минуттай араластырып тұрып, осылай сары су бөлінгенін қадағалап тұрамыз. Қазір мынандай ішіндегі нелер ірілене бастайды. Мына ішіндегі хлопьялар ірілене бастады. Суы аздап бөліне бастады. Міне әлі баяу отта тұр. Көптеп бөлініп бастады. Міне іріленіп батыр хлопьялары. 10 минутқа жеткізбей, бұл процесс аяқталады, сосын сүземіз. Күн таңертең Айханым сабаққа бару үшін кашасын жеп отыр. Мен сырды холодильниктен алдым, ауыртпалығын шештім. Мына андай әдемі сыр болды. Кестім. Мен уже 2 кусочегін жеп қойдым.